Ой, вип-казашка болып тұрсыз ғой? Рахмет. Жігіттер қашытпейсіз ба? Сен қашты. Екі жігіт қашты ма? Сені? Еміне. Мен бірақ машинада ұмытып қалған шығармын. Мен үлкен биік машиналар бірінші айдап жатырмын ғой. Достар, енді маған бәрін тауып беріп жатсыңдар. Остройкаға ананы, мынаны, номерларды жіберіпші. Енді бір әйел тауып берсеңдер, қыз тауып берсеңдер, келесі жыл үйленіп кету керек болып жатыр. Срочно ше. Биыл? Биылға емес шығар. Биыл танысу керек, короче. Биыл танысып білісі керек та, келесі жыл уже той ойнап тастау керек болып тұр ғой, срочно. Екетаж үй біткен кезде қыз табу деген саған. Батя үйлендіріп жібереді, сен биыл. Да просто я не могу так 4 теңгелік нәрсе ғой деп. Мына жаққа төлем жасаңыздар, группаға тіркеліңіздер деп отыра алмаймын. Я хочу, чтобы все было четко, красиво. Уровень, да? Потому что мен өзіме қойып қойған уровень бар. И сол уровеньде мен сәйкес нәрсе істегім келеді. Адамдар неге келатқанын түсінсін деп сайт жасап, тема қылып отырғанбыз ғой. Сайтымыз өйстіп істемей қалған бар емес пе? Тұрмыз продажа аша алмай енді. Құрсын адалық жоқ, өзің бірден амалдайсың. Келін келсенгенше екі болсаңа сен деп отыр. Адал дегенім бір осы менің әшөп-әшөнім еді, білмеймін. Енді былай маған жазығы жоқ сияқты, маған әдемі ақ қойып, боғы болса тәтті ақ қой. Соқырымыз ғой, келінді көрген кезде. Келін көрмегендейміз. Немере туып бергесін, білмеймін, одан сайын соқырымыз. Соқыр мылқаумын мен. Келет шығар енді соқыр мылқауымызға. Келсін деп тілеп жатыр. Меған бар ғой, міне Құдай тұр, иә. Ақылайлар деген шүкіршілік ету керек. Мен бала да сұрап жатқан жоқпын. Бір бала жарайды, болса болар, болмаса бір сондай адалымыз ал. Қасқа болып қалғанымыз. Жоқ, мен барам ғой. Документ дайындап қойған. 2-3 теңгесі болады ғой, ата саласы. Аласың адал келін, бұрқыраған. Әдемі ақтымы жоқ. Мені қатты жақсы көрем дейді біреу. Рахмет, жаным, бақытты бол. Бір күліп, майсып жүрем ба деп едім. Сондай болған жараспай ма маған? Жазыңдар тез бәрін қандай болады. Бүйтіп, күліп, адам қарағанда күшті болам ау, иә? Кейде адам қарап отқан суретіме өзім риза болам ау. Солай болып жүру керек, негізі қалай ойлайсыздар? Қожайынға салдым дейді. Рахмет, ботам, бақытты бол, дүние тұрғанша тұр. Өзіңі еселеп қайтсын. Мені көтеріп атсын ба? Жаным. Түсімде көр, түсің татыр, түс туралы айтшы бейін уақыт болып қалды. Bir күні бір келіншек түс көреді ғой. Күліп жүрейін ба? Айқайлаған жараспаймын. Төбеме шығып кетпейсің ба? Мына жерде отырмайсың ба? Сіз бәрін былай. Күлген жақсы ғой, бірақ қандай жарасады? Үндемеген ба? Айқайлап бетке айтқан ба былай? Бәрі жарасады дейді. Жаным сол. Сені мені солай қабылдағаным үшін бақытты болып отам. Байып бет. Құдай берсінші саған, жаным менің. Мені солай жақсы көріп тұрсың сонда. Құрылтайға ұсыныңыз дейді. Ұсыну үшін не істеймін? Сен қыз сауатты екенсің, маған жазшы ұсын. Бірден айта, алаң қайда? Анау Семейдің баласы қайда? Тоқымы жайға. Сауатты деді ол бала. Мына сауатты қатын, подружкалерім ішінде сауатты қатындар жоқ па? Бір сауатты еркек бар ма? Ұлдар, азаматтар ма? Азамат әдеміліп. Ояққа барғасын мәдениетті сөйлеуім керек шая. Мен анандай қылып сөйлеген жақсы көрем, күлдіріп тек. Президент Тоқаев мырза, малаяқта біреу қарайып жатыр. Ішер асқа киер киімге жармайды деп тұрып айту керек та солай. Қазақстан күшті болады, біз көп іште айтып көрмейсің. Қазақстан ертең мына бадық қатындардың біреуін ұстай алмағанымыз ертең. Мұрындары бүйтіп алып кетеді. Қазақстан адам танымастай өзгереді, естеріңізде болсын.